Сәлем құрметті тыңдарман, сіздермен бірге азық подкаст және бұл білім және ғылым жолы подкастының екінші эпизоды. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз алаш қайраткерлері және Абай Құнанбаевпен қатысты болмақ. Ең бірінші сұрағымыз, алаш қайраткерлерінің идеясы бүгінгі күні қаншалықты өзекті? Әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған идеялардың бірі. Өйткені алаш қайраткерлерінің идеялары олар өміршең идея. Олар нені бізге жеткізгісі келді? Бірінші кезекте тәуелсіздікті, тұрақтылықты, білімді, ғылымды қолдарынан келгенше сол жолда еңбек еткендіктен кейін олардың идеялары әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ. Келесі, егер алаш қайраткерлері қазіргі қоғамда өмір сүрсе, қандай мәселелерді көтерер еді деп ойлайсыз? Алаш қайраткерлері қазіргі қоғамда ғұмыр кешсе, өздерінің идеяларын барынша жоғарғы деңгейде жалғастыратын еді деп ойлаймын. Әрқайсысына жеке қарайтын болсақ, өздерінің мақсаттары, армандары, идеялары болды. Сол жолда олар соңына дейін еңбектерін етіп, үлкен бір нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Яғни олар қазіргі заманда өмір сүрсе бүйтетін еді деген секілді гөрі, олар өздерінің сол кезде жасаған, сол кездегі ойлаған арман мақсаттарын біздің қазіргі қоғамда да жаңа бір деңгейге көтеретін еді деп мен сөйтіп есептеймін. Жалпы олардың өміршеңдігінің бір дәлелі қазіргі біздің конституциямыздың жалпы негізі осы алаш қайраткерлерінің идеясына құралған. Және де олардың білімге құштарлығы, ғылымға деген құштарлығы қазіргі таңда да өте өзектілігін жоғалтпады. Өйткені бірнеше тілді меңгерген, бірнеше жоғары оқу орнында білім алған ол кісілердің еңбектері қазіргі таңда өз өзектілігін жоғалтқан жоқ, және қазақтың менталитетіне сай, қазақтың болмысына сай бір идеяны қозғап тұрған сияқты. Сол жастарды тәрбиелеуде алаш қоғамының, алаш қайраткерлерінің еңбектері зор үлесін алады, менің ойымша. Енді сіздің пікіріңізше, Абайдың толық адам концепциясы жастарға қандай әсер бере алады, жастарға қандай тәрбие, таным бере алады? Жалпы Абайдың шығармашылығына үңілетін болсақ, Абайдың қазақ жастарына болсын, немесе тек қана жастарға емес, үлкендерге де беретін өнегесі үлкен. Өйткені Абай жалпы шығармашылығында не нәрсені бізге жеткізгісі келді? Бірінші кезекте Абайдың жеткізгісі келген дүниесі бұл адам болу. Абай өзінің еңбектерінде, өзінің шығармаларында барынша махаббатты, мейірімді, адалдықты, қамқорлықты өзінің әрбір өлеңінде немесе бір қара сөздерінде жеткізгісі келді. Біз соны толық адам деп айтамыз. Біз Абайды түсінген кезде ғана сана биігіне көтерілеміз деген Мекемтас Мырзахметұлы атамыздың сөзі бар. Сондықтан да сана биігіне көтерілу үшін Абайды барынша түсініп оқығанымыз дұрыс деп ойлаймын. Осыда енді Абай Құнанбаевтың қай еңбектерін ұсынар едіңіз? Абайдың бірінші кезекте Абайдың кез келген шығармаларын ұсынамын. Одан кейін міндетті түрде Абайдың 45 қара сөзі. Өйткені 45 қара сөзі Абайдың бір кемелденген уақытында жазылғандығы көрініп тұр. Абай бұны жазуға шамамен 8 жылдай уақыты кетті, бірақ ішіндегі айтары әлі күнге дейін өзекті. Сондықтан да Абайдың кез келген шығармалары мен қара сөздерін мен өз басым ұсынамын. Келесі сұрағымыз, жалпы алаш қайраткерлері болмасын, қазақ қоғамының зиялыларына тән ортақ бір қасиет қандай? Ортақ бір қасиет деген кезде, мен ойлаймын, бұл ішкі құндылықтардың дұрыс орнығуы. Кез келген тарихи тұлғаны алатын болсақ, олардың бала кезіндегі алған тәлім тәрбиесіндегі негізгі мәні ата-анасының және сол бір уақыттағы ортаның оған берген әсері. Мысалы, ішкі құндылықтар, бұның ішінде жаңа Абайдың айтып кеткен толық адамы кіреді. Яғни мейірімділік, махаббат, адалдық, өз жұмысыңды адал атқару деген секілді. Алаш қайраткерлерінің бойларына осы бір дүниелер толығымен кірді. Яғни
тек алаш қайраткер емес, 20-шы, 19-шы, 18-ші ғасырдағы қазақ оқығандарының бойында ішкі құндылықтардың дұрыс қалыптасуы. Сондықтан да мына филология ғылымдарының докторы Айгүл Исмақова апайымыз айтады, мына үш құндылық бар дейді орта Азия халықтарында. Бұл біріншісі ар, ұят, намыс деген. Яғни осы қасиеттер олардың бойларында болып демек. Сол тұста берілген тәрбиенің де маңызы бар сияқты. Мысалы, көптеген Абай Құнанбаев болмасын, Шоқан Уәлиханов, Бауыржан Момышұлы, олардың бәрі жаңағыдай әжесінің, бірі Ұлжанның жаңағыдай тәлім тәрбиесін көрген, қыз тумастың олардың әңгімелерін, пәлсапаларын, қазақтың жалпы бар мәдениетін бойына сіңіріп өскендіктен бұлар жаңағыдай қанша жерден мысалға батыстың, шығыстың, енді абайлар соның мәдениетіне қызықты ғой, бірақ сонда да сол қазақилығынан айырылған жоқ. Сондай ұлы тұлғалардың қалыптасуында әжелердің, аналардың рөлі зор сияқты. Әлбетте. Енді Абай батысты да шығысты да оқығанмен, Мұхтар Әуезовтің айтуы бойынша Абай батыстан гөрі шығысына жақынырақ дейді. Сондықтан да ал шығыс қайраткерлері, шығыс зиялылары не нәрсені насихаттады? Бірінші кезекте мысалы Абайдың жаңағы толық адамы сол бір шығыс классиктерінің айтқан ойларының негізінде шықты деп ойлаймын. Енді осы жерде бір тақырыптан тыс болсын, мысалы 20-шы ғасырда толық адам деген үлкен концепция жарық көрді. Оның алдында қандай дүниелер болды? Мысалы Әл-Фарабидің парасат дейтін ілімі болды. Одан кейін барып Жүсіп Баласағұнның жуан мәрттілік дейтін ілімі болды. Одан кейін Ахмет Яссауидің хал ілімі болды. Абайдың толық адамы болды. Одан кейін Шәкәрімнің ар ілімі болды. Бұлардың бәрі адамның жаңағындай жан ілімі дейтін үлкен ғылымның бір негізі қаланды осылай. Осында айтып кеткен жөн саналады. Ендігі кезек бұл қазіргі қазақ қоғамындағы нағыз тұлға кім деп ойлайсыз? Қазіргі қазақ қоғамындағы нағыз тұлға, жеке менің өзімнің ойым, пікірім, бұл ішкі құндылықтары дұрыс орныққан адамдар. Мысалы, жаңағы сөзіміздің басымызда біз көп қайталаған дүниелер бар. Мейірім, махаббат, адалдық. Осы бір құндылықтар адамның бойына кірген кезде, одан кейін барып бұл қандай жерде жұмыс жасасын, мейлі көше сыпырсын, немесе бір лауазымды тұлға бола берсін, маңызды емес. Маңыздысы оның адамдығында. Дәл осындай қазіргі қоғамда дәл сондай адамдар болатын болса, мен жеке басым соларды нағыз тұлға деп санаймын. Ендігі осы тұста кеңес бере кетейік. Кішігірім, сіздің ұсынатын 3 кітабыңыз, топ 3 кітабыңыз? Менің ұсынатын 3 кітабым, енді кітаптар өте көп ойымда тұрған, дегенмен дәл қазір есіме түсіп тұрған кітаптар бірінші кезекте Абайдың 45 қара сөзі, екіншісі Мағжан Жұмабайдың педагогика кітабы, үшіншісі Елдос Тоқтарбай ағамыздың Алаш сөзі атты ғылыми эссе жинағы. Осы 3 кітап есіме түсіп отыр. Осы кітаптарды оқуға кеңес беремін. Жалпы жастардың кітап оқу әдетін қалай қалыптастыруға болады? Енді кітап оқу әдетін қалыптастыру деген кезде бірінші кезекте кітапты адам не үшін оқу керек деген сұрақты өзіне қойған абзал шығар. Одан кейін барып өзіне ұнайтын кітаптардан бастаған жөн. Сосын аз-аздан үздіксіз бірден 20 бет оқу немесе 10 бет оқу немесе 1 бет оқу емес, аз-аздан, бірақ тұрақты оқып тұру. Тұрақтылық өте маңызды кітап оқуда. Және де кітаптың адамға беретін тағы бір қасиеттерінің бірі, пайдалардың бірі, бұл милардың дұрыс жұмыс жасау алуы. Одан кейін адамдағы мына концентрация деген нәрсе бар, зейін қоя алу. Бір нәрсеге ұзақ зейін қоя алуына да кітаптың әсері үлкен зор. Сондықтан да жастардың кітап оқығандарын жеке өз басым қолдаймын. Және де қазіргі таңдағы көп жастар кітапқа деген қызығушылығы өте керемет. Филолог Арын Құнанбайұлының керемет кеңесі бар кітапқа байланысты. Кітапты ол кісі 3-ке бөледі: жауыр кітаптар, тәуір кітаптар, ауыр кітаптар деп. Жауыр кітаптар көбінде тек қана бір мотивацияға ғана негізделген кітаптар. Тәуір кітаптар ол көбінде
көркем әдебиетке негізделген кітаптар, ал ауыр кітаптар бұлар кәдімгі ғылыми еңбектер. Ал бізге оның кеңесі тәуір мен ауыр кітаптарды көбірек оқыған абзалырақ. Мен де дәл сол кісінің пікіріне келісемін. Иә, жалпы бірақ кітап оқуды қалыптастыру меніңше ол әр адамның өзіне байланысты сияқты. Өзіңе ұнайтын жеңіл тақырыптағы кітаптардан, көркем әдебиеттен бастаған абзалырақ. Өйткені адам бір кітапқа көңіл ауатын болса, келесілерін оқып бастап кету өте оңайырақ болады. Енді жалпы өзіңіздің өмірдегі ұстанатын ұстанымдарыңыз қандай және жастарға қандай кеңес айта аласыз? Жеке ұстаным бірінші кезекте бұл адалдық. Барынша өзімнің жұмысыма, кәсібіме жауапкершілікпен қараймын. Одан кейін барып, және осындай бір жаңағы біз осы подкасттың төңірегінде айтып кеткен адами құндылықтардың барлығын ұстануға тырысамын, негізі қысқаша айтқан кезде. Ал жастарға не ұсынасыз дейсіз бе? Жастарға ұсынатыным бірінші кезекте уақыттарыңызды тиімді пайдалану өте маңызды. Уақыт деген нәрсе адам баласына берілген ең үлкен екі нығметтің бірі бұл уақыт, екіншісі денсаулық. Бұны біздің пайғамбарымыз айтқан. Осы екі нәрсеге қатты көңіл бөлгендері жақсы. Уақыт дейтін өте тез өтіп кететін дүние, оны қайтара алмаймыз. Сондықтан да уақытымызды барынша тиімді пайдалануымыз қажет. Не нәрселерге? Өзіңіздің дамуыңызға, өзіңіздің уақытыңызды барынша өзіңізге ұнайтын істермен айналысыңыз, кітап оқыңыз, дамыңыз, өсіңіз. Ертең алдағы уақытта соның жемісін көресіздер. Сондықтан да уақыттарыңызды барынша тиімді, берекелі өткізулерін мен қалаймын жастарға. Жалпы рахмет сұхбат бергеніңізге. Көрермен, осымен біздің сұхбатымыз өз аяғына жетті. Әрбір алған біліміңіз жаңа азық, сондықтан азық алудан шаршамаңыздар. Келесі эпизодтарда, келесі подкасттарда сіздерді күтеміз, және де келесі жүздескенше деп айтқым келеді.